құрметті әжелер, кішкентай аспаздар, аспазшылар. Балалар, сіздерге біздер бүгін ұлттық тағамдар, кішкентай аспазшылар байқауын бастамақшымыз. Сіздерге аспазшы ханымымыз сіздерге арналған ұлттық кішкентай аспазшылардың мақсатымен түсіндіретін болады. Кезеңдерімен. Бірінші кезеңімізді қарап тыңдап алайық, иә балалар? Бірінші кезең кішкентай аспаз шебер бодай. Мақсаты дайын қамырды жаю, одан бауырсақ, тоқаш, бәліш жасау. Құрт, жент, ірімшіктен композиция жасау. Жент, сүзбе, қаймақ және жеміс, жидектерден жеңіл ас десерт әзірлеу. Екінші кезең аспаздар сайысы, ойын кезеңі. Тағамның атауын тап, иіскеу немесе дәмін тату арқылы. Азықта ажырат, ұлттық, тіске басар, жеміс. Қай тағам пайдалы, сұрақ жауап. Үшінші кезең дастархан сәні. Өздері жасаған тағамын безендіріп ұсыну. Ыдыс аяқты тағамға қарай таңдау. Тағамды атау. Кезеңдермен танысып өттік. Наурыз мерекесі қарсаңында біздерге кішкентай бүлдіршіндеріміз, әжелеріміз, аналарымыз келіп отыр. Біздер аналарымызбен бірге балалар Наурыз мерекесіне арналған тағамдармен танысатын боламыз және жасайтын боламыз. Бірінші кезең кішкентай аспазшыларды, шебер қолдар. Бірінші кезеңде біздің Алуаның мамасы өзі үйде жасайтын ұлттық тағамын жасайтын болады. Қандай тағам жасайсыз? Мен бүлдіршіндер бүгін сіздерге арнап кісенан, қазақтың ұлттық тағамы кісенанды дайындауға келіп отырмын. Сіздер маған көмектеседі деп сенемін. Балалар, олай болса, мына кісенан қысқаша сіздерге тарихын түсіндіріп өтетін болсам, 15-ші ғасырдан бұрын ертеректе біздің ата-бабаларымыз кісенанды дайындаған екен, бірақ әр жерде оны әртүрлі атайды екен. Соның ішінде бізде батыс өңірі, бізде Орал қаласы, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстары ең басқа облыстармен салыстырғанда кісенанды өте көп дайындайды екен. Біздің Ақжайық өңірінің өзінде балалар кісенанды екі түрлі атайды. Жайықтың арғы беті бөлек дейтін болса, жайықтың бергі беті, біздер оны кісенан деп атаймыз. Енді біздер кісенан дайындау үшін ең бірінші оның қазір қамырын жазатын боламыз. Қамырын жазбастан бұрын мен балалар қолыма тазалықты сақтай отырып, перчаткамды қолғабымды киіп жалғайын. Сіздер маған көмектесесіңдер ғой, балалар? Көмектесесіздер ма? Иә, көмектеседі. Рахмет. Менің көмекшілерім. Қараңыздар балалар, біздерде кісенанның құрамында мәзірде 270 грамм ұн саламыз, оған 100 грамм май құямыз, 100 грамм су құямыз, жарты қасық тұз саламыз, және біздерде қопсытқыш разрыхитель бір қасық салатын боламыз. Балдар, сіздер салып тұрыңдар, мен басайын, жақсы ма? Алуа, сен ұнды сала ғой. Сала ғой ұнды мұна. Тұрып сала ғой. Сала ғой. Кесесімен төңкеріп сала. Былай сала. Бізде 270 грамм ұнымызды салдық. Екінші кезекте әділ маған тұзға көмектес, тұз салуға. Жарты қасық тұз салуға. Жарты қасық тұз салуға. Ой, жарайсың. Тағы да сәл. Жарайсың. Рахмет. Салып қой қасықты тұздың ішіне. Маған аяру майын құюға көмектесе ғой, дейді ғой, аяру қасына. Төңкеріп. Ой, әдемі. Енді бізде керек әдемі суды құямын. 100 грамм бізде суымыз бар. Суымызды құямын. Ал балалар, өздерін салған біздердегі құрамын мен қазір әдемілеп басатын боламын. Ал, бисмилла. Әрине дәмді болып шығар. Өйткені ол соғымның тұздалған еті. Әрине бірге жейміз, әділ. Қазір бәріміз бірге жейтін боламыз. Ұшымен ғана кішкентай салаға картоптың үстіне. Қазір айтамын. Ой, енді осы тұзды сала. Жарайсың. Бұрыш сала ғой, әдейсің. Ой, жарайсың, әдей.
біздерде міне дайындалуы ксенанның аяқталды. Енді ол 180 градуста 50 минутта пісуге кетеді. Ірімшікті ішіне тұз салсақ, балдар, бұл ащы құрт болады. Егер бұған қант салсақ, бұл тәтті ірімшік болады. Сол себептен біздер қазір бұған тұз қосып ащы құрт, қант қосып тәтті творог, яғни ірімшік жасайтын боламыз. Кімге қайсысы ұнайды? Ащы ұнайды ма, тәтті ұнайды ма? Тәтті ұнайды. Саған ащы құрт жемейсіңдер ме? Тәтті ұнайды. Бәріңізге де. Олай болса, онда бірінші ірімшігімізге балдар қант салайық. Қант бар ма, жоқ па құрамында? Бар ма, дәм? Ащы құрт жасайық. Солай ма? Қолдарыңмен құрт жасап дер ме? Әжелеріңмен, аналарыңмен, аналарыңызбен. Жасап көрдіңдер ме? Жақсы көреді. Адия, мейіз жақсы көресің бе? Мынандай мейіз жақсы көресің бе? Ұнатасың ба? Ұнатасың ба? Ұнатам дейді. Азғантай ғана жиынтың ішінде әдемі бір беріп тұру үшін мейіз салайық. Солай ма, балдар? Қасықпен кішкентай қасықпен саламыз. Міне қараңыздар. Сіздер саласыздар қазір. Міне біреуін салып көрсетемін, ары қарай өздерің жасайсыңдар. Сосын нар айналасы шашылғандарын салып қатты басамыз. Көрдіңіздер ме? Сіздер жасаған жентті біз 15 минут тоңазытқышта қатырып алдық. Енді қараңыздар, қандай әдемі бізде фигуралар пайда болды екен. Қараңызшы, пішіндер. Міне былай аламыз оны. Артынан бүйтіп етергенде мынандай әдемі бізде жент пайда болды. Ал көріңдерші өздерің. Қазір мына жент бұрынғы біздің ата-бабаларымыз жасаса да, қазір заманауи қылып осындай әртүрлі шоколадтарға қосылды жентке. Ол да осындай дәл жент. Енді біздер осы заманауи жентпен бұрынғы ата-бабаларымыз жасаған женттен композиция жасап, өзіміздің ұлттық ағаштан жасалған ыдысымызға орналастырайықшы әдемі. Қалай сіздер қиялдап әдемі фантазияларыңызды қосып салыңдаршы? Әдемі ол. Шоколад түріндегі жентті де салыңдар бірге. Қалай салар едіңдер? Көмектескендеріңіз үшін көп рахмет сіздерге. Білеміз бе? Иә. Ал сүтті біз қай жануардан аламыз? Мысалы, сұйық, дұрыс. Сүт өнімдері тағы шұбат бар. Шұбатты қай жануардан аламыз? Түйе. Иә. Ал жылқыдан біз не аламыз? Қымызды аламыз, жарайсыңдар. Яғни біз деген тіс-басарға қазақтың ұлттық тағамдарын қосып біз тіс-басар жасаймыз. Қазіргі заманауи тіс-басар жасаймыз. Қазіргі тілмен айтқанда трендте болып жатқан тіс-басар жасаймыз. Яғни ол тары қосылған қаймақты жасаймыз. Ол үшін бізге не керек? Міне қаймақ керек, 400 грамдай, ірімшік керек, грамдай, және мынау дәнді дақыл. Бұл дәнді дақылдың аты қалай? Тары, жарайсыңдар. Осы берілген тағамдардан біз тіс-басар жасаймыз. Ол үшін бізге не істеуіміз керек? Біз ыдысты аламыз, соған қаймақ сала ғой. Дәнді. Саған қаймақ ұнайды ма? Сауын шығарамыз. Жақсы. Сала қоймыз. Адия, енді қандай дәнді дақылды қосамыз? Тарыны қосамыз. Жақсы. Қасықпен алып қосамыз. Тағы қосамыз. Өнімнен де салам. Жарайсың. Енді мынаны бетіне себе қой. Адия, сен көзіңді жұмып байлап қойдың, иә? Мен саған қазір бір дәм берем. Соны алып, сен
иіс сезіп яғни дәмін білесің, иә? Аха. Алаңға қойып. Яғни бұл да әде? Алма. Жарайсың. Келесі ойынымыз балалар. Бұл тамақтардың ішінен азықты ажыратып алады. Ұлттық тамақтарды ажырататын боламыз, иә? Балалар, қарайықшы барлығымыз. Сіздерге ұлттық тағам қандай тамақтар жатады? Тары, жарайсыздар. Иә, біздің ұлттық тағамдарымыз ірімшік, тары, құрт жатады екен да, балалар. Өте жақсы. Балалар, сіздерге аспаздар сайысы ойын кезеңі. Сіздерге қызықты тапсырмалар берілген балалар. Қандай тағам пайдалы? Мен қазір текшені Адияға беремін. Адия, бастайық. Аяр саған қандай тағам түрі? Қияр. Қияр пайдалы ма, зиян ба? Пайдалы. Қиярда? Дәрумендер? Жарайсың. Балалар, енді біздің үшінші кезеңіміз дастархан дайындау, иә? Жаңағы аналарымызбен, әжелерімізбен істеген ұлттық тағамдарымызды дастарханға істейміз. Әкеліп жайғастырамыз, иә? Енді біздер өзіміздің тәрелкемізді қоямыз. Біз ұлттық тағам әзірлесек те, біздер қазір 21 ғасырда өмір сүріп жатқандықтан әдемі етіп дастарханды әзірлейміз. Осылай қойып шығамын. Асан. Менің тамағым болса, дөңгелек жұмсақ болса, саймен жейміз. Менің тамағым бесбармақ, етпен қамыр аралас. Бұл тамақты бәрі жақсы көреді. Менің тамағым құрт. Ақтанды тұзды құрт. Жолға шықсан жақсы жұрт. Аспаз біз тағам жасап мәз боламыз. Ұлттық таңды тағамдар шейіп бәрін жейміз біз. Бүгінгі кішкентай аспаз байқауына әжелеріміз, кішкентай бүлдіршіндеріміз, аналарымыз келіп өз өнерлерін көрсетті. Балалармен бізге ұлттық тағамдар әзірледі. Сіздерге көп рахмет. Балаларымыздың тек болашағы жарқын болсын. Ортамызда Әділдің әжесі отыр. Әділдің әжесіне бата сұрайық. Қолын жайық балаларымыз. Қыдыр жарысын, қырсық алысын, кеткендерін келсін, кемшіктерін болсын, дастарханның байлығын берсін, деннің саулығын болсын, аман болсын.